Жанат Әлжаппаров, сау бола, құрмет, қошеметтеріңіз. Астана қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Мына жерде көбіне қыздар келіп отыр. Қыздарды келетін себебін айтайын ба? Сіздерде андай гормон барға, андай эндорфин, дофамин деген. Сіздер қуанғыларың келіп тұрады постоянно. Өздеріңізге қуаныш сыйлап, міне бүгін концертке келіп жатсыздар. Әйел адамдар, қыздар қош келіп жатсыздар. Енді кейбір еркектер ойлап жатқан шығар, причем тут әйелдер? Мен әйеліме қарамай-ақ өзім билет алып келдім деген еркектер бар ма? Залда, орталарыңызда. Қолдарыңызды көтеріңіздерші, кәне. Бар ма? Міне, брат, сенде женский гормон көп. Ойнайды. Битсе сразу резко. Ойнайды. Просто соңғы кезде байқайсыздар ма, біздің қоғам, жалпы біздің үкімет әйел адамдарды еркектерден қорғайтын заңды көп шығарып кетті. Байқайсыздар ма? Кейбір әйелдер соны естіп алып деп жүргендер бар. Мен сіздерге айтайын, әйелдер еркектерден қорғанбай-ақ қойыңыздар. Біз еркектер сіздерсіз вообще өмір сүре алмаймыз. Өйткені сіздер еркектерге қарағанда өміршеңсіздер, сіздер жизненно способныйсыздар, пысықсыздар еркектерге қарағанда. Оны мен даже неден байқадым? Садикке бардым, қызымның. 4 жасар қыздар кәдімгідей сахнаға шыққан кезде қай жерден шығатынын біліп, тоқтайтын точкасына келіп, көзі бақырайып, қақшаң етіп, тақпағын айтып, наурыз келді, шуақ шашып көктемін деп кәдімгідей тақпағын бітіріп, поклон жасап, шығып кетті. Ана 4 жасар ер балалар сахнаның сыртынан шыққанның өзінде де потеря ғой. Андай қаяқтан шыққанын білмейді. Тоқтайтын точкасынан асып кеткен, қайтып келді. Тақпағын айтып, ұмытып, наурыз, шешесі көріп жылап, деп ұрбейіп. Батыс топ кетті ан жерде. Садиктің мұғалім алып кетті ананы сүйреп. Осы кезден ақ байқадым, қандай күшті. Уже сіздер, әйел адамдар, кішкентай кездеріңнен бастап сіздер жизнеспособныйсыздар. Сосын ана 2 кішкентай балалар билейтін болды. Наурыз деген биді билейтін болды. Ана 4 жасар кішкентай қыздар, 4 жасар тупит етіп жүрген ер балаларды сүйреп жүр ғой кәдімгідей. Мына жаққа жүре, мына жаққа тоқтайсың, былай қарай кет, жанға қарай кет деп кәдімгі. Көрдіңіздер ме? Сіздер кішкентай кезінен бастап біздерге өмірдің бағдарын беріп отырасыздар. Сіздердің иіс сезу қабілеттеріңіздің өзі еркектерге қарағанда артық қой. Иіс сезу қабілеттеріңіз сұмдық сіздердің. Мен мысалы әйелмен подъездге кіріп кетамын ғой үйге. Кіріп кетамыз өзімізден. Тұратшы дейді. Не болды десем, тұратшы дейді. И кетеді бастап. Не болды десем, тұратшы дейді. Искелеп, көрші Нағиманың есігіне келеді да. Бүгін Нағима голубцы пісіріп жатыр екен дейді. Ой, Алла. Есіктің сыртынан біліп отыр ғой голубцы пісіріп жатқан. Иіс сезу қабілеттеріңіз сұмдық сіздердің. Даже біреудің үйіне қонаққа кіріп келе жатасың ғой, кіріп жатқан кезде, ей, қуырдақтарың күйетін болды ғой дейді. Қайдан біледі ана қуырдақ пісіріп жатқан, кухнясын көрген жоқ па әлі? Иіс сезу қабілеттеріңіз сіздердің сұмдық. Өзің үйде отырасың, и сені шақырып алады. Кім? Мында кеш дейді. Не болды десең? Шеш ана үстіндегі футболкаңды дейді. Неге десең? Сасып кетті дейді. Вроде таңертең үйген сияқты дедім. Сағат түс. Мен байқадым, әйел адамдар, ер адамдардан жақсы иісті никогда сезбейді ғой. А вот жаман иіс шығып қалса, ей, сен ба? дейді өзімен өзі тұрған. Мен емес сөйт, кетші бәрді сен ғой шыртып атқан деп кәдімдей. Өзіңе шала жабады ғой андай жерде. Мен кейде айтқым келеді, ана милициялар бар ғой, итпен жүретін. Соларға айтқым келеді, не қыласыңдар итті? Ей, бір келіншек ұстап алыңыздаршы. Анау искілеп, тіміскілеп жүріп саған бәрін тауып береді. Қай жерде не бар екен? Сіздердің қабілеттеріңіз артық. Даже сіздердің көру қабілеттеріңіздің өзі еркектерге қарағанда артық қой. Менің өмірдегі арманым үйде жүріп, өз трикомды өзім тауып, өзім кию. Никогда тұрам, құрсыншы анаған жалынбай-ақ қояйыншы деп, өзім бір ана триконы іздеп тауып алайыншы, таппаймын ғой никогда. Сосын кухняда жүрген әйеліме айтам, ей, триком қайда десем, кухняда жүріп көреді ғой анау. Ашшы ана шкафта, 2-ші полкада, көк футболканың жанында тұр ғой дейді. Вроде шкафты аштым. 2-ші полка тұр. Көк футболканы көріп тұрмын. Жоқ ана трико. Жоқ.
ай трикоң қайда десе көзіңді ашып қара дейді. Как будто еркектер көзін жұмып іздейді деп ойлайды ау деймін. Ашып тұрмын ғой десем, қазір барсам тауып беремін ғой дейді. Келеді тауып береді. Тұр ғой міне дейді. Таңғаламын, мен 6 рет көрдім ғой, неге мен көрмеймін деп. Мен кейде ойлаймын, осы әйелдер бар ғой, жоқ затты бар ғой, өзімен бірге тығып алып келеді ау деймін. Міне тұр ғой деп көрсетіп жіберетін сияқты. Әйтпесе невозможно ғой деген. Сіздердің көру, есту, иіс сезу қабілеттеріңіз өте керемет. Тек дәм сезуге келгенде ғана сіздер дамымай қалғансыздар. Неге? Өйткені менің әйелім үйде жүрсем, мен шақырып алады кухняда. Қайрат, мында кеш дейді. Кіріп бересің. Мына лапшаның дәмін көрші, ашып кетпеген ба дейді. Міне дәм сезуге келген кезде білмеймісіздер. Бор жемегенсіңдер ма? Білмеймін, дамымай қалғансыздар. Давай дәмін татып көрейін дейсің, не ішіп, не жемей атсы құрсын. Үлкен қасықпен аласың да жайлап дәм ауыз тиіп көрсең, төбеден қарап тұрады қандай. Как будто сені уланып өліп қалатын сияқтысың да. Төрт аяқпен сіресіп қалатын сияқтысың да. Нормально вроде десе. Ой, нормально болса болды, онда ертең өзіңе қайнатып беремін дейді. Представляете? Сұмдық, сіздердің вообще иіс сезу өте қабілеттеріңіз сұмдық. Даже мына ғалымдардың өзі зерттеген екен. Әйел адам күніне 6000 сөз сөйлейді екен. Ер адам 3000 сөз сөйлейді екен. Біз 3000 сөзбен, запаспен үйден шығып кетеміз. Жұмысқа барамыз, жиналысқа қатысамыз, обед ішеміз, жұрттармен сөйлесеміз, общение, печенье, үйге 5-ақ сөз қалғанда келеміз ғой. 5-ақ сөзбен, запаспен. Қорқып келеміз үйге. Шошып келеміз, лишний әңгіме айтпаса екен деп. Анау ар жақта 6000 сөзбен сені полный бак күтіп отырады, заряженный. Үйге кіріп келген бойда қалайсың дейді. Нормально дейсің. Төрт-ақ сөз қалды уже. Уайымдайсың ғой. Анау бастай кел, үйге кір, аяқ киім шеш, қолыңды жу, киіміңді ауыстыр. Не пісірерін білген жоқпын, құрсыншы бірдеңе пісіре салдым, кухняға жүр дейді. 400 сөз сөйлеп тастады. 5600 сөз бар запаста. Сен 4-ақ сөзбен қорқып кухняға кіресің. Кухняға кіресің де құдай, артық сөз қоймаса екен деп. Че там дейді. Жұмыста не жаңалық дейді. Жаңалық жоқ дейсің. Уже 3-ақ сөз қалды. И анау бастайды. А че сен менімен сөйлескің келмей отыр? Осы бірдеңе айтсам, вечно сен үндемей отырасың. Мысалы, сол бүткіл семья маған керек па? Неге мен сөйлегенде мен сен сөйлемейсің? Вообще, жұмыс істеп жатқанды маған міндет қалмай қой. Шығып кет маған десе жұмыстан. Қойшай дейсің. 2-ақ сөз қалды. Соңғы 2 сөзіңді қай жерде пайдаланасың? Білесің ба, не айтасың? Пульт қайда дейсің. Мен қайда білейін? Қуып жібереді, бітті. Анада 5200 сөзі. Запас көп қой енді. Телевизор көреді. Сериалдағылармен ұрсады, балаларға сабақ береді, тамақ ішкізеді, сабағын оқытады, балаларға ұрсады, қуып жібереді. Бар кетан жаққа деп. Балаң келіп тұрады, папа, айтшы анаға деп. Не айтасың құрсын, дым сөз жоқ, пульттан басқа дым жоқ сенде. Мен сіздерге айтайын, до того сөз көп сіздерде. Менің әйелім микроволновкамен сөйлегенін көрдім ғой мен. Андай 30 секунд тамақ жылтатын үйге қойды да, татың деп, қазір келе жатырмын дейді ғой, представляете. Ой, Алла, насколько енді ауру болуға бола ма енді? Сөз көп қой өткені, ода запас бар ғой. Шаршайды ғой енді байғыз. 30 сөз қалғанда ұйықтап қалады. Қарасаң, әйелің қалған 30 сөзді түсінде жойып сабатырдан ары. Білетті ертең 6000 сөзбен ойнайтын. Сондықтан да айтқым келеді. Ғалымдар біздерге еркектерге санап берді ғой, 3000 сөз деп. 1000-ақ сөзін жойда үйге 2000 сөзбен келші. 2000 сөзбен келсең бала шағаңмен де сөйлесесің. Әйелінің көңілін аулайсың. Әйелінің көңілін аулады деген сөз үйдің берекесі бар, ынтымағы бар. Сондықтан да аға жеңгелер кешімізге қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын.